Алтын сақа. Өткен заманда бір бай болыпты. Бір күні бай жылқысын суарғалы көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың жылқылары өкпеден үркіп суға жуымайды. Сол кезде бай өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, жалмауыз кемпір болып судан уыздайды да байдың жағасынан ала түседі. Бай жалмауыз кемпірге: ат басыңдай алтын берейін, қоя бер дейді. Жалмауыз кемпір: жалғыз балаңды бер, жіберейін дейді. Бай баласын бермек болады, кемпір оны қоя береді. Кемпір: балаңды қай жерде бересің дейді. Сонда бай: ертең көшемін. Баламның алтын сақасын жортқа тастап кетемін. Сен сол сақаның жанында отырасың дейді. Сонымен бай кетіп қалады. Ертеңде ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнамақ болған бала сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: шеше, жұртта қалсын, алып қайта қой дейді. Әке, қандай тайға мініп барайын деп сұрайды. Жылқышыдан сұрап мін дейді бай. Жылқышы балаға: құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін дейді. Бала жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай оған қарайды. Бала тайды жүгендегенде, тайдың қотыр жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады. Үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда 5 ат болады. Бала қуанып, үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көзді ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Келсе, сақаның жанында бір кемпір отыр. Бала кемпірге: шеше, анау жатқан сақамды алып беріңізші дейді. Шырағым, өзің ал. Кәріліктен отырам. Тұра алмаймын, тұрсам, отыра алмаймын дейді кемпір. Мен жастықтан түссем, міне алмаймын, мінсем, түсе алмаймын дейді бала. Сонда баланың аты сақаның жанына жата қалады. Бала сақаны іліп алады. Ат тұра қашады. Кемпір қуады. Кемпір біраз уақыт жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып, атқа жібергенде, аттың бір аяғын жұлып түсіреді. Ат 3 аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда, аттың тағы бір аяғы жұлып түседі. Ат 2 аяғымен шауып бара жатып, бір бәйтерекке кез болады. Бала аттан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректі түбін кешке дейін кеміреді. Осы кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: ұйықтап дем ал дейді. Кемпір жатады. Түлкі тісті суға лақтырады да қазан шұңқыры бітеп, өзі кетіп қалады. Кемпір оянса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Ол тағы бір тісін суырып алып, бәйтеректі тағы береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: шаршаған боларсың, мен қазайын дейді. Сен тағы да кетпегінді алды, қашып кетерсің дейді. Ол қыдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Бұл балада менің кегім бар дейді. Кемпір түлкіге сеніп ұйқыға кетеді. Жалмауыз кемпір оянса, түлкі жоқ. Кемпір аузын ашса, бір ақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлауға жақындады.